Сәлем YouTube достар, бүгін сіздермен майда қуырылған картоп жасайтын боламыз. Бұл негізінде өте оңай тағам болып көрінгенмен өзіндік сырлары бар. Бүгін мен сіздермен соны бөлісетін боламын. Негізінде хамбургер сияқты ана тағамдардың, етпен жасалған котлеттердің жанында қоятын болсаңыз, өте жарасымды тағам деп ойлаймын. Сонымен, егер қуырылған картопты дәмді қылып, іші жұмсақ, сырты қытыр қылып жасағыңыз келсе, онда кеттік, бірге жасаймыз. Сонымен біріншіден кішкене үлкендеу және ұзынша картоптарды таңдап алып, оларды не жұқа емес, не өте қалың емес қылып, осындай көріп тұрғандай қылып кесіп аламыз. Егер жұқа қылып турайтын болсаңыз, өте қытырлақ болып кетеді. Ал өте қалың болатын болса, піспай қалады. Сондықтан осындай көріп тұрғандай қылып кесіп аламыз. Ал екіншіден майымызды өте ысытып алуымыз керек. Май сынбай тұрып салмауымыз керек картопты. Онда жабысып майды бірақ өзіне тартып алады картоп. Сонымен үшіншіден майымыз көп болу керек. Картопымыз яғни ішіне батып тұру керек. Көп араластырмауымыз керек. Аз ғана уақыттың ішінде мінекей біздің қуырылған картоптарымыз пісіп дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер. Егер видеомыз ұнаса, лайк басуды және каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Соңғы рет сіздерге айта кететінім, біз шетелде тұрғандықтан көбінесе ана тілімізді, яғни қазақшадан басқа тілдерді керектеніп жатамыз. Сондықтан да ана тілімізден, қазақ тілінен ұзақ жүргендіктен кейде тіліміз жетпей қалып жатады. Теріс айтқан жерлеріңіз болса, қазақшаны теріс керектеніп жатқан жерлеріңіз болса, сіздерден ғафу тілейміз. Қолымыздан келгенше қазақ тілін дәріптеуге және қазақша каналдардың көп болу үшін атсалысып жатырмыз. Сонымен қандай бір пікірлеріңіз, қандай бір ойларыңыз болса, тілектеріңіз болса, осында жасап көрші деген тағамдарыңыз болса, астына комментамен жазуларыңызға болады. Күндеріңіз көңілді өтсін, сау болыңыздар.